Қайта түлеген тектілер туылған өлке 2018 жылы жеке дара аудан мәртебесін иеленді. Ол әрине Райымбек ауданы. Біз дәл қазір аудан орталығы Нарынқол ауылына ат басын бұрдық. Мақсат 7 жылдағы өзгерістерге шолу жасау. Не өзгерді, не өзгермек. Аймақ басшысының өзінен сұрап білмекпіз. Бүгін енді аудандарыңызға келіп жатырмыз. Райымбек ауданы бөлініп шыққалы 7 жыл уақыт өтіпті. Менің білуімше, қателеспесем, сіздің осы өңірге басшы болып келгеніңізге де 3 жылға таяу уақыт болып қалыпты. Осы аралықта қандай өзгерістер орын алды, сол туралы толық айтып берсеңіз. Енді мен осы ауданға келгенімде 3 жылға жуық уақыт болып қалды. Дегенмен бұл ауданымыз 2018 жылы Кеген ауданынан бөлініп шыққалы бері үлкен ауқымды істердің жобасы басталған. Сол жобаның аясында мысалы қарап отырсақ, ауданымызда әлеуметтік нысандар, әкімшілік нысандар, білім нысандары, әлеуметтік нысандардың барлығы толық бүгінгі халықтың көңілінен шығатындай жағдайға келтірілді. Енді оның сыртында мына инфрақұрылымдарымыздың дамуы да қалыс қалып жатқан жоқ. Міне Аллаға шүкір, мен осы келгелі 3 жылдың ішінде бізде аудан бойынша аудандық маңызы бар 282 шақырым жол бар. 282 шақырым жолдың бүгінгі күні биылғы жылы біз 85%-ға толық жақсы қанағаттанарлық жақсы жағдайға жеткіземіз деп отырмыз. Биылдың өзіне 35 шақырым жол жөндейік отырмыз. Аудандық маңызы бар. Облыстық маңызы бар жолдарға келсек, 240 шақырым облыстық маңызы бар жолдар бар. 212 шақырымы бүгінгі күні толықтай жасалды. Енді республикалық маңызы бар жол бізде мынау Нарынқол ауылы мен Кеген ауылының арасын қосатын күре жол, республикалық маңызы бар 89 шақырым. Биыл 74 шақырымына қазіргі күні мердігерлер келіп, жұмыстарын бастайын деп жатыр. Жаңағы базаларын алып кеп құрып жатыр. Қазір жолдың бойынан көресіздер өздеріңіз. Сол базаларын құрып, барлық жағдайларын жасап, жұмыстарын бастауға уже дайын. Берік Фатығұлы, енді кез келген аймақты алып қарамасақ та, оның экономикалық дамуының негізгі басты тетігі ол әрине инвестиция ғой. Облыс әкімінің өзі де тұрғындармен кездесуде жиі айтады, инвестиция тартуды ары қарай дамыту керек, қарқындату керек деп. Жалпы Райымбек ауданы Алматы облысы бойынша инвестиция тарту ісінде қашан көш басына шығады? Енді көш басына шығады деп айту қазір енді қиын оны. Бірақ біздің ауданымыз шалғай аудан болғандықтан, шекаралы аймақ болғандықтан, енді ең түпкірде орналасқан аудан болғандықтан, былай қарасақ жаман емес. Туризм саласына инвестиция тартылып жатыр. Соңғы мына осы мен келген жылдан бері айтайын. Мысалы былтырғы жылы 12 миллиард инвестиция болса, соның 45%-ы жеке инвесторлардың қаражатымен жасалынған жұмыстар. Ол туризм саласында, ауыл шаруашылық саласында тартылған. Одан кейін жаңағы басқа да нысандар салуға тартылған қаражат. Енді былай қарасақ, 5 миллиардтай былтырғы жылы біз инвестицияны жеке қаражат есебінен тартылды. Енді көбірек ауыл шаруашылық бағытына көптеген көңілдер бөліп жатырмыз. Ол мына біздің ауданымызда ауыл шаруашылығының өнімдерін өндіретін өндіріс орындарын ашу ғой негізінде. Енді оған сүт өнімін өндіретін бізде қазір Қарасаз ауылында бүгін көресіздер. Күніне 40 тонна сүт өндіре алатындай мүмкіншілігі бар үлкен өндіріс орны бар. Картоп өнімдерін өндіретіндей инвесторларды іздеп біз Қытайға да облыс әкімімен де барып қайттық, одан кейін де барып қайттық. Енді Қытай жағынан да жаңағы үлкен инвесторлар болмаса да кішігірім инвесторлар келеміз деп қазір уәделерін беріп жатыр. Олар келіп жатса, енді үлкен заводтар салмасақ та кішігірім жаңағы әртүрлі картошкадан өнім өндіретін жаңағы полуфабрикаттар шығарып, саудаға шығаратындай мүмкіншілік жасаймыз. Жел электр станциясын салу біздің жоспарымызда үлкен 15 миллиардқа бүгінгі күні 3 жақты келісімшарт жасап қойдық. Ол Қытай және біздің Қазақстан компаниямен бірлескен. Және біздің осы Алматы облысымен қазір жерін алуға жұмыстарын жасап жатырмыз. Енді 15 миллиардқа ол 2-3 жылдық проекті болады бізде. Мал шаруашылығы туралы да айтып өтпеске болмас. Менің білуімше, сіздердің аудандарыңызда 4000-нан астам шаруа қожалықтары бар. Олар өз күндерін өздері күнелтіп отыр ма, әлде мемлекет тарапынан қандай да бір қолдау бар ма? Енді мемлекет тарапынан бізде ол малдың жем шөбін
дайындау. Ең негізгі малды ұстамас бұрын малдың жем шөбі ғой, мал азығын дайындау. Сондықтан мал азығын дайындау үшін біздің енді мемлекеттің жерінен ол кісілерге жер берілген. Сол жерді игеру үшін арзандатылған жаңа дизель отыны беріліп жатыр. Қазір мемлекеттік бағдарламалар арқылы ауыл шаруашылық техникаларын сатып алуға, лизингқа, жаңағы субсидировать етіп, жаңағы субсидиясы бар техникаларды сатып алуға, например, қаражаттар мемлекеттен сондай көмектер көрсетіліп жатыр. Ауданымызда 50 мыңға жуық жылқы бар, 80 мыңнан астам ірі қара малы бар, 400 мыңға жуық жаңағы қойымыз бен ешкіміз бар. Бірталай мал жеткілікті ауданымызда, Аллаға шүкір. Бірталай шаруаларымыз да малы болғаны жақсы. Дегенмен де қазір енді асылдандыру жұмыстарын да көбірек жүргізіп жатырмыз. Берік Фатығұлы, енді 7 жылда жасалған жұмыстардың барлығын бір ғана бизнес сюжетке сыйғызу мүмкін емес. Дегенмен де өңір басшысы ретінде алдағы таяу болашақта халқыңызды қуантатын қандай ілкімді істер болады? Халық бүгінгі күнге қуанады деп ойлаймын. Себебі бүгінгі күнге дейінгі осыдан 7 жыл, 8 жыл бұрынғы жағдаймен бүгінгі жағдайды қарасақ, уже жер мен көкте өзгеріс бар. Алдымыздағы осы 5 жылдықта туризмді дамыту жыл деп өзіміз жариялап отырмыз. Дегенмен біздің табиғатымыздың өзі керемет. Алматы облысының ең бір шырайлы жерлерінде, Хан Тәңірінің етегінде орналасқан бір керемет табиғатымен танылып, бүткіл дүние жүзіне танылып десек артық айтпаймыз. Сондықтан енді дүние жүзіне танылғанмен дүние жүзіндегі туристерді осы ауданға тарту жұмыстарын жүргізсек, өзі нұр үстіне нұр болады. Көрші Қытай мемлекетімен біз қазір достық қарым-қатынас жасап, келісім шартқа отырып, қазір көрші мемлекеттегі көрші ауданымыз бар, Моңғолкүре деген. Сол ауданға уже 2 рет барып келдім мен. Жаяу жүргіншілер, туристерге өтетін өткелді ашатын болсақ, біздің аудан халқының қуануына да үлкен себеп болады. Екіншіден, біздің аудан халқының о жаққа барыс келісімізде, одан кейін барып о жақтың жаңағы істеп жатқан шаруаларын біздің ауданымызда да жасауға мүмкіндік туады. Берік Фатығұлы, бізге уақыт бөліп сұхбаттасқаныңыз үшін алғысымды білдіремін. Әрбір ілкімді істеріңізге тек қана табыс тілеймін. Болашақтарыңыз жарқын болсын. Елмен бірге жасай беріңіз. Халқымыздың осындай мамыражай, жақсы, тыныштық күйде өмір сүргеніне мен де қуаныштымын. Мен де сол халықтың біреуімін. Елімізде тыныштық болсын.